тыңдаушылары, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл толуына орай ұйымдастырылған тәуелсіздіктің құрдасымын атты сұхбатымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің кешіміздің қадірменді қонағы Үшқоңыр фольклорлы этнографиялық ансамблінің әншісі, көптеген республикалық байқаулардың жеңімпазы, тәуелсіздігіміздің құрдасы Эльдар Омаров. Эльдар, қош келдіңіз. Тәуелсіздігіміздің арқасында егеменді ел болып, арман мақсатымызды жүзеге асырып отырмыз. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болсын. Алтыннан да асқақ уақытымызды құр босқа өткізбей, сізбен тағылымды да танымдық, сондай бір керемет кеш өткіземіз деген ойдамын. Сізге қояр алғашқы сұрағым, өнерге адам бір күнде келіп, бір күнде кетпейді дейді. Енді өзіңіздің жалпы өнерге келген алғашқы қадамыңыз жайлы айтып берсеңіз. Мен жалпы өнерлі отбасынан шыққанмын. Әкем де, анам да, туған әпкем де, әпкем қазір де ән айтады. Кезінде әкем мен анам ән айтқан әртүрлі бір концерттер, конкурстарда жүргізуші болған. Сол себепті мен кішкентай кезімнен бастап, 6 жасынан бастап ән айтамын, мектеп кезімнен бастап. Кішкентай кезімде музыкалық мектепте білім алғам, бірақ та оны соңына дейін аяқтамай спортпен айналысып кеттім. Спортқа деген қызығушылығыңыз артып кетті ме? Иә, спортқа қызығушылығым өте қатты болды кезінде. Акробатика, спортивный гимнастикаға қызығушылығым болды. Сол себептен музыкалық мектепті аяқтамай, соған кетіп қалдым. Одан кейін өсе келе жүрегім ән деп соққаннан кейін әнге кірістім. Өз жан тәніммен конкурстарға қатыса бастадым, әртүрлі тележобаларға, халықаралық конкурсқа да қатыстым. Сол 6 жасынан бастап негізі бәрі. Кішкентайыңыздан басталды. Бір жырым менің, бір балам дейді. Мезгілсіз шала тумаған демекші, өзіңіздің репертуарларыңыздан көрермендеріңізге айтып берсеңіз. Қанша репертуарыңыз бар, қандай әндеріңіз бар? Менің өз репертуарымда 7-8 әнім бар, авторлық. Әрбірінен тоқтала кетсек, ең бірінші жазған әніміз ол «Ай-ай-ай» деп аталады. Әні Нұрсұлтан Батырқұлов, сөзі Бағдәулет Арыстан деген бауырым жазып берген. Одан кейін «Ауылдастар» деген әнім бар, қазақи ауыл жайлы. Аян Сейітовтің сөзіне жазылған Асланбек ұлымның әні. Одан кейін репертуарында «Анашым» деген ән бар, авторлары Шоқан Уалихан және Бағдәулет Арыстан. Осы көктемге қарсы жазылған әнім бар, Алматыға көктем келді деп аталады. Әннің авторлары өнердегі ағам, өмірде де ағам, досым болып келеді. Ерғали Көшербаевтың әні, сөзі Тағайбек Тұрысбек. Одан кейін «Бәріңді жақсы көремін» деген әнім бар. Жалпы осы 2020 жылы карантин басталды ғой. Сол кезде қиыншылық болып отқан кезде шыққан ән, бүкіл жер бетіндегі адамзаттарға арналған ән, «Бәріңді жақсы көремін» деп аталады. Авторлары әні Ерғали Көшербаев, Тағайбек Тұрысбек, Рахат Абдрахманов сөзін жазған. Соңғы шыққан әнім «Естелік» деп аталады, жастарға арналған ән. Осы әнге бейнебаян да түсірдім осы жылдың басында. Сөзімен әні Арман Сейітжапаров деген бауырым жазған. Сол. Керемет. Келесі сұрағым, өмір заңы мен өнер заңында туындайтын қиыншылықтар, қарама-қайшылықтарға көзқарасыңыз қандай? Мысалы, өнерде адамгершіліктен аттап кету, жаңа біреудің ақысын жеу деген сияқты болады. Ал сіз өнер заңынан көрі өмір заңын биік ұстанасыз ба? Әлбетте мен өнер заңынан биік ұстаймын. Себебі мен адам болып туылғаннан кейін, мұсылман болғаннан кейін, мен негізі кішкентай кезімде болмасайын, білмегендіктен
Былай негізі өмірімде мен ешқашан біреуден аттап, біреудің ақысын жеп, әдейі біреуден озам деп жамандыққа барып, ондай мен Аллаға шүкір өмірде ондай нәрсе істеп көрген жоқпын. Өнерде жүргеніме үлкен сахнаға келгелі 6 жыл болыпты. Ондай өнерде достарым менде өте көп деп айтсам болады. Шынайы араласатын кәдімгідей. Мен үшін өмірдің заңдылықтары әрқашан да бірінші орында. Одан кейін кете береді. Ең бастысы адалдық. Дұрыс. Қазіргі қазақ жігіттеріне бағаңыз қандай? Білімі, тәрбиесі, жалпы өмірлік ұстанымын қалай деп елестетесіз, өзіңіз сипаттайсыз? Енді менің ойым, біз Аллаға шүкір тәуелсіздік алғанымыздан бері көптеген жетістіктерге, көптеген белестерге жетіп жатырмыз. Елбасымыздың арқасында, осы қазақ халқының арқасында. Қазіргі негізі жастарға менің ойым барлық жағдай жасалған деп есептеймін. Бұрынғы замандарға қарағанда енді әкем анам айтып жатады ғой, енді өз кезінде қандай болған. Соның бәрін салыстырып неткенде, Аллаға шүкір дейміз, жастардың бүкіл жағдайлары жасалған. Мен өзім өнерде болғаннан кейін, әсіресе өнердегі қазіргі жастарға оңай деп есептеймін, танылуға, шығуға. Себебі қазір Instagram желісі, YouTube өте қатты дамыған. Жалпы әлеуметтік желілері. Иә, сол себептен оны ешқай жерге шығып, біреуге айғайлап көрсету емес, үйде де жасап, кішігірім студиям болсын, не болсын, сол жерде түсіріп, халыққа паш етуге болады. Сол жағынан өнерлі негіз жастарға қазір барлық жолдар ашық деп айтуға да болады. Өте дұрыс айтасыз. Енді сіз Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің құрдасысыз. Жалпы енді жастарды ұлтжанды ету үшін қандай шаралар жасау керек деп ойлайсыз? Қандай шаралар жасау керек екенін енді мен нақты айта алмайды екенмін. Себебі енді политикадан алыспын деген сияқты андай. Но әрбір қазақта, әрбір қазақ менің жалғызым дейді ғой, әрбір қазақта патриоттық сезім болу міндетті деп ойлаймын. Себебі патриоттық сезімнен бәрі басталады. Жаңағы іске деген адалдық болсын, әрбір істеген жұмыстың соңғы нәтижесі халыққа, ұлтқа пайда болсын деп істеу, жаңағы бәрі осы патриоттық сезімнен басталады деп ойлаймын. Сол себепті патриоттық сезім әрбір қазақта болу керек міндетті түрде. Бәрекелді. Ал енді өзіңіз жалпы сын қабылдай аласыз ба? Сізге осы күнге дейін қойылған сындар сізді қуантты ма, немесе көңіліңізге келді ма? Мен сынға негізі өте жақсы қараймын. Жақсы сын болса қатты қуанып та кетпеймін, бір қалыпты жүре беремін. Ал жаман сын болса енді тыңдап, соны өз қателіктерімді, кемшіліктерімді түзеуге тырысамын. Ал былай сынға қатты мен негізі мән бермейді екенмін. Көңіліңізге алмайсыз? Көңілге қатты алмаймын. Жалпы енді өзіңіздің атқарып жатқан жұмысыңыз жайлы, ұжымыңыз жайлы бізге айтып берсеңіз. 2017 жылдан бастап мен қасиетті Қарасай ауданында Үшқоңыр ансамблінде жұмыс жасаймын. Аллаға шүкір 4 жыл болыпты осы жерде істеп келе жатқаныма. Көптеген жұмыстар атқарылды осы ансамбльде жүріп. 2020 жылы бізге 5 жыл толды біздің ансамблімізге. Рахмет. Осы карантин басталып кетті ғой қазір. Негізі осы індет басталмай тұрып көптеген гастрольдер болды, көптеген съемка концерттер болды бізде. Үлкен мерекелік концерттерде, үлкен сахналарда өнер көрсеттік, республика сарайында. Қазір енді індет басталғалы бері бәрі онлайн режимде концерттерімізді беріп жатырмыз. Енді шама келгенше
онлайн бәрі. Алла бұйыртса енді осы індет аяқталып, аяққа тік тұрып, концерт гастрольдерімізді жалғастырамыз деген ойдамын. Біздің ансамбліміз жалпы барлық жаңалықтан қамтылған. Ансамбльде инструменталистер де бар, әншілер де бар, дәстүрлі эстрадалық бишілер, жүргізушілер. Қазіргі таңда жанды дауыста онлайн концерттер беріп жатырмыз. Рахмет. Осымен біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Елдар, сізге қызықты сұхбатыңызға рахмет. Ендеше сізден қонақ кәде сұраймыз. Көрермендерімізге әдемі әсем әніңізді тарту етсеңіз. Болды. Тыншымайтыным тұнжырап мынау қалсамаң, Алладан менің бір сұрайтыным, бақытты болсын барша адам. Қастық қылғанды кем көрер деме, аяймын олар жыласа. Аяқтан шалған пенделерге де қолымды созам құласа. Санамда енді тұрақтайтындар, білмеймін тауғым төбекім. Мен ұнатқандар, ұнатпайтындар, бәріңді жақсы көремін. Мен ұнатқандар, ұнатпайтындар, бәріңді жақсы көремін. Өзгертпен осы кейпімді, мүлде өшпеген мендіге үміт. Сыртымнан өсектейтіндерді де ішімнен жүрем кешіріп. Қарсы алған жақсы ақтаңды көппен, тағдырыңды өзің таңдайсың. Біреуге күйе шаққан жүрекпен, біреуді сүйе алмайсың. Санамда енді тұрақтайтындар, білмеймін тауғым төбекім. Мен ұнатқандар, ұнатпайтындар, бәріңді жақсы көремін. Мен ұнатқандар, ұнатпайтындар, бәріңді жақсы көремін. Ұнатпайтындар, бәріңді жақсы көремін. Мен ұнатқандар, ұнатпайтындар, бәріңді жақсы көремін. Мен ұнатқандар, ұнатпайтындар, бәріңді жақсы көремін.